елбасы Зияжан апамыз мұстағып қолдан деген осылай сағат ондай тегісіп бірге өстіп жас кезімізде осының көдей Доя правда бүкіл базардың бастығы қазірде бірге келіншегі Гүля мамасы келіп отыр, екінші мамасы күйеу. Көріп үлгір, мен аңсырып көріп үлгір. Менің қайнатам әйненем аты Гүлзия, 7 қыздың 7 күйеу баланың анасы. Ретте Алтынбековтердің үйінде осы кісі қазір бізге әрі ана, әрі әке болып отырған жолы бар. Айгүл әпкем менің алдымда. Руым теміржолшы. Ортаншы қызы, алдында 3 қыз, артында 3 қыз, ол ортаншысы. Ұлдың қызымыз Айнаш. Түбінде жастарға керегі екеуі бір-бірін түсініп, тұтасқан қолдары мәңгілік болсын, аман болсын, ұзағынан болсын дейміз. Кезінде осыдан 30 жыл бұрын біз ұл бала екеуміз жас жұбай болып тұрғанбыз. Қазір қарасаң өзі кәдімгідей ақыл айтатын апа, ата болып отырмыз. Әже болып отырмыз. Мына бүгінгі кеш, бүгінгі отырыс керемет әдемі өтіп жатыр. Алла разы болсын, мыңды бір рахмет. Құдеге, жаңа айтып жатыр ғой, соның айтылған сөздің бәрі Құдайдың құлағына шалынып, жастарға айтарымыз, махаббаттар ұзағынан болсын, мәңгілік болсын, ұстаған қолдары ұзағынан жүріп